Сәлем барлықтарыңызға. Ешкімде жоқ керемет бір рецептпен бөлісемін. Мен де қазір бірінші рет жасап тұрмын. Өте қатты ұнады дәмі. Көкөністерден біз не дейміз бұны, тіске басар немесе завтрак десек те болады. Осындай тіске басар дайындаймыз. Өте қатты ұнады. Оны таңғы аста немесе кез келген уақытта балаларыңызға жасап берсеңіздер, витаминге толы керемет оладьи, панкейки сияқты сондай әдемі тіске басар болып шықты. Ол үшін біз 40 қабат, сосын 1 сәбіз, 2 пияз, 100 грамм айран, 1 жұмыртқа салып, осында блендерден өткізіп аламыз. Менің блендерім көріп тұрғандарыңыздай шағын болғандықтан, мен бұны 2 қайтара өткіздім. Негізі осындай көлемдегі блендерге 1 жұмыртқа, 100 грамм айран қажет. Мен сияқты көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, әр сондай салған нелеріңізге 1 жұмыртқа, 100 грамм айран салып өткізіп отырасыздар. Неке біріншісі дайын. Мен 2 рет жасадым. Енді тағы да дәл осындай 40 қабат сәбіз, пияз, жұмыртқа, 100 грамм айран салып, тағы да блендерлеп аламыз. Мінеке, көріп тұрғандарыңызде бұл қатты сұйық болып қалмайды, себебі 40 қабатпен сәбіз өзі әдемі форма болып шығады. Қатты қою да емес, сұйық та емес. Укроп, петрушка, кез келген өздеріңіз ұнатқан шөптерді қосыңыздар. Сосын оған тағы да 1 жұмыртқа, 100 грамм айран. Сіздерге түсінікті болу үшін мен 2 қайтара өткізген блендерді де ерінбей көрсеттім. Мінеке дайын болды. Енді осыған қазір ұн қосамыз. Сосын осы массаға мен үлкенде 1 шай қасықпен тұз қостым. Ұнды 3 ас қасықпен толтырып 3 ас қасық қостым. Пісірген кезде өзінің формасын, табаға салған кезде өзінің формасын қатты жайылып кетпей, әдемі болып панкейки, оладьи пісіреміз ғой, сондай сияқты қылып пісіріп аласыздар. Қатты блини сияқты болып сұйық болмау керек. Сол үшін ұнды қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алған массамызды енді қызып тұрған табаға, табаны аздап қана май жағып, жабысып қалмау үшін 1 қасықтан немесе 2 қасықтан салып пісіріп аламыз. Мінекей көрдіңіздер ма? Осындай светте жасыл болып әдемі болып шығады. Бұны кез келген мезгілде жасасаңыздар болады, өйткені барлық көкөністер кез келген мезгілде табылады, арасына осындай қаймақ, сосын осында редиске, көкпияз қосып ұсындым. Өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, маған ұнады. Ас болсын.